Дзюдодан Қазақстан әйелдер құрамасының көшбасшысы Абиба Бұжақынова сырға атанды. Ол бірер күн бұрын өзіне үйленуге ұсыныс жасағанын айтып, жанкүйерлерін қуанышты жаңалығымен қуантқан еді. Сырға атандым, бірақ спорттан кеткен жоқпын. Алда 2028 жылғы Олимпиада. Мен әлі де күресемін, деді Абиба Бұжақынова. Айта кетейік, оның өмірлік жары да спорттан алыс емес. Абиба Бұжақыноваға сөз салған ер азамат белгілі дзюдошы Ермахан Ануарбек. Ермахан Ануарбек 90 келіге дейін ел намысын қорғап жүрген спортшы. Ендеше спорт сүйер жас отбасыға мәңгілік баянды махаббат тілейміз. Танымал әнші Абай Беге қуанышты жаңалығымен бөлісті. 26 наурызда өнер иесінің шаңырағында тағы бір сәби өмірге келді. Ерлі-зайыпты қызды болды. Бұл сүйінші хабарды жұп Инстаграм желісіндегі ортақ жазба арқылы жария етті. 51 жастағы әнші 8-ші рет әке атанып отыр. Оның айтуынша дүние есігін ашқан нәресте отбасыдағы 5-ші қыз. Желі қолданушылары әнші мен оның әйелін құттықтап, ана мен сәбиге зор денсаулық, ал отбасына мол қуаныш тіледі. Алланың қалауымен 8-ші рет әке атандым. Сіздерге де жылы құттықтап жатқан жандар, баршаларыңызға көп-көп рахмет. Қазақтың санын көбейте берейік. Сонымен қатар белгілі әнші Алтынай Жорабаева да жақын арада ене құдағи статусына ие болмақ. Ұсыныс жасады қызға. Болашақ құда-құдағимен әлі кездескен жоқпыз. Олар алдымыздан өтеміз деп жоспарлап жатыр екен. Алла қаласа күтеміз. Енді әрине бірінші естігенде мен бірінші орында, енді бұл екінші қыз ғой. Үлкен қызды уайымдап қалдым да, ой, ол қыз не істер екен деп жаңа Айнарадан сұраймын ғой. Айнара, сен бір ауыз аяулымға айттың ба десем, айттым, анашым, мен оған айтқан ем. Мен саған тек қана бақыт тілеймін, қуанамын, бақытты бол. Ертең ала берса маған да жол ашылып, өзімнің жолым, өзімнің жартым табылып жатса, әрине оны да көреміз деген екен. Соны естіп жылап алдым. Екеуінің жасы қанша еді, аралары қанша жас? Аяулым мен Айнарама екеуі 2 жас. Аяулым 2002, Айнара 2004 қой. 2 жас аралары, 2 жастан сәл асады. Қазір айтып жатқан жоқсыз ба? Әлі жас, кішкене жүре тұрыңдар, асықпаңдар деп. Негізі мен өзім бұрыннан айтатынмын, оқуларыңды оқып, кішкене аяққа тұрып, жұмыс жасап, біраз 25, 26, 27 жасқа дейін жүргенде дұрыс болатын шығар деп айтқан болатын негізі. Енді бұйрық болса, Алланың бұйрығы ғой енді. Өзіңіз іштей дайынсыз ба? Жүрегіңіздің бір бөлшегін жұлып беруге? Енді оны Жыламаймыз. Енді оны уақыт көрсетеді әлі. Қуанамыз ғой, қуанғаннан басқа, бақыт тілегеннен басқа ештеңе жоқ. Жастар бақытты болсын дейміз, өздерінің теңдерін тауып, бір-бірін түсінісіп, бір жағадан бас бір жүрегінен қол шығарып, бір отбасы болып, бір команда болып жұмыс жасап жатса, әрине. Өзіңіз жас анасыз, жас әже болуға қалай? Мен енді жас әже болатын күн туып жатса, бақыттымыз ғой, сол күнге де жетейік. Әзірге жас анамын, кішкентайымыз 2-ден енді асты. Ұсыныс жасады. Қуаныш пен қайғысы қатар жүретін өмірде тағдыр кейде ауыр сынақтармен де келеді. Жамбыл облысында Шавқат Рахмоновтың жұбайы Гүлайым Рахмоноваға қатысты сот үкімі шықты. Ол 2025 жылғы жол апатына кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан айырылды және 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылды. Апат салдарынан 2 адам қаза тапқан. Ал кәмелетке толмаған балаларына байланысты жаза өтеу мерзімі 5 жылға шегерілді. Сонымен қатар Рахмонова өз жазбасында отбасылық мәселелерге тоқталып, енесімен қарым-қатынасы қиын болғанын айтып, өткен өмірдегі қиындықтарына сол кісі себеп ретінде меңзеді. Сондай-ақ Шавкат Рахмоновтың желіде басқа қызбен түскен суреттері жарияланды. Осындай қиын қыстау кезеңінде отбасына сабыр мен күш-қуат тілейміз.
Бұл туралы Мейірман Шекеев те желі қолданушыларына өз пікірін білдірді. Бауырлар, 30 күн ұстаған оразаларыңыздың Алла тағала берекесін берсін. Айт қабыл болсын. Құрметті достар, кешеден бері әлеуметтік желіде Шавкат Рахмонның әйеліне қатысты жазбалар шығып жатыр. Соның бірі шындыққа сәйкес келсе, бірі шындыққа сәйкес келмейді. Гүлайымның пікірі ретінде біраз нәрсені халықтан өтініп сұрағым келеді. Кез келген адамның отбасы ол өзінің жеке шекарасы. Десе де кейбір азаматтардың осы жазбалардың астына жазған комментарийларын көріп қарным ашты. Бұл ойнатылып отырған стратегия, яғни жол көлік оқиғасына қатысты қылмыстық істен құтылып кету үшін жасалып жатқан әрекеті дегендеріне көңілім түскенін білдіргім келеді. Қылмыстық іспен кешегі посттың екеуінің ешқандай бір-біріне байланысы жоқ. Достар, ешкімнің басына салмасын Гүлайымның көргенін. Сондықтан алып қашпа әңгімеге болмағанды болды қылып жариялай берудің қажеті жоқ деп санаймыз. Шынайы ақпаратқа ғана сенейік. Қайта бұлардың жақсы болып кетуіне тілекші болайық. Рахмет.